Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Бибігүл. Баклажаннан жасалатын осындай салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Банкыға жауып, қысқа алып қойсаңыздар болады. Өте керемет шығады дәмі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен баклажандарды жақсылап тұрып жуып аламыз. Және де осылай домалақтап кесіп шығатын боламыз. Жұқа болып кетпеуі қажет, шамамен 1 сантиметрдей етіп кесеміз. Барлық баклажандарды турап болғаннан кейін үстіне тұз саламыз да жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында 1 сағатқа қалдырамыз, себебі артық сулары шығуы қажет. Болгар тәтті бұрышын ортасын алып, осылай тазалаймыз. Және де кесіп аламыз. Сарымсақтың барлығын сырттарын аршып дайындаймыз. Және де осындай шөптеріміздің барлығын кесіп аламыз ұсақтап. Ащы бұрышымыздың ортасындағы дәнектерін алып тастаймыз, себебі тым ащы болып кетуі мүмкін. Болгар бұрышын блендерға салып, әбден уақ болғанға шейін араластырамыз. Немесе сіздерде ет тартқыш болса, соны пайдалансаңыздар өте ыңғайлы болады. Менде ет тартқыш болмағандықтан, мен осындай блендер пайдаландым. Және де сарымсақты да ұсатып аламыз. Араластырып, үстіне шөптерімізді қосамыз. Уксус қосамыз 9%, тұз саламыз. Және де қантымызды салып барлығын араластырамыз да 1 сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Оған дейін біздің баклажандарымыздың уже суы шықты. Енді тағы да осылай қолымызбен жеймендеп қатты басып алмай, жайлап қана сығып шығамыз. Ол кезде тағы да сулары шығады. Қатты сығып қажет емес. Тек жаймен ғана сықсаңыздар болды. Мінекей, бізде қаншама су шықты. Бұл судың бізге қажеті жоқ, оны төгіп тастаймыз. 3 ас қасық сұйық майдан құя отырып, баклажандарды алды арты қызарғанша қуырып аламыз. Отта қатты ұстап қоймаңыздар, өте қатты қызартып немесе күйдіріп қажет емес. Тезірек жасау үшін 2 табада қуырдым. Банкыны жақсылап тұрып жуып аламыз, залалсыздандырмаймыз. Ал қақпақтарын суға салып залалсыздандырамыз. Салатымызды жинақтаймыз, астына сұйық массамызды саламыз. Үстіне баклажандарды салып, тағы да сұйық массамызды құямыз. Баклажандарды саламыз. Сөйтіп кезекпен кезек видеодағыдай жасап шығамыз. Тығыз болуы қажет міндетті түрде. 1 сағат тұрғаннан кейін
біздің мына тәтті бұрыш қосылған массамыз суы шығып өте керемет болып тұр. Дәмі де өте жақсы. Осылай алма-кезек барлығын тығыздап салып шығатын боламыз. Достар, мені арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Салаттардың барлығын банкаға салып болғаннан кейін үлкен кастрюль аламыз және астына сүлгі қойып, бетіне банкаларды орналастырамыз. Банканың крышкаларын жауып, иығына келгенше су құямыз және де бетін ашық күйде суымыз әбден қайнап кеткенше ұстаймыз. Астын баяулатып, кастрюліміздің қақпағын жауып, тағы да 10 минуттай қайнатамыз. Мінекей 10 минут өтті. Енді біз банкаларымызды қатты етіп аузын жауып тастаймыз. Егер сіздерде банка закрывашкамен жабылатын болса, онда закрывашкамен жауып тастайсыздар. Мінекей біздің салатымыз дайын. Енді бұны әбден суығанша жылы одеялдың астында 24 сағат ұстаймыз. Баршаңызға ас болсын.